Сэр Уильям Рамзи ең ұлы археолог және топографтың бірі. Жаңа келісімнің 2-ші ғасырдың құжат екендігіне көптеген уақыт өткеннен кейін жазылғандықтан, нақты бола алмайды деген өзінің пікірін толығымен өзгертті. Енді оның келген тұжырымы Лұқаның теңдесі жоқ тарихшы екендігі, өйткені ол 1-ші ғасырда болған оқиғаны жазды. Ол неліктен өзінің пікірін өзгертті? Оның бір себебі келесіде. Елшілердің істерінде 17-ші тарау 6-шы аятта жазба былай дейді. Екеуін таппаған соң, Ясонды және басқа бірнеше бауырластарды қаланың әкімшілеріне сүйрелеп апарып, ал Паулдың кейбір ілесушілері губернатордың алдына апарылды. Біз бұл жерде бір мәселемен кездесеміз. Сыншылар сол заманда губернатор деген лауазым болмағандығын айтады. Олар шын мәнінде былай деп айтатын. Луқа губернатор деген сөзді қолданып қателік жасады. Сондықтан олар Лұқанікі дұрыс емес деп айтуға толық негіздері болды. Әйтсе де сэр Уильям Рамзи табылған 19 жазбадан губернатор деген лауазым қолданылған іздерді анықтады. Олардың 5-еуі Салоникаға сілтемеде қолданылған. Және Вардер арқасында ол басқаша Вардер стрит немесе желек жол ретінде танымал қазіргі Одос Эгнетия стриттің батыс өлкесінде табылған жазба бар. Және олар тапқан осы жазбада былай делінген. Губернатордың кезінде. Қазіргі кезде тек 1988 жылдан бастап. Енді губернатор лауазымын қолданған 64 беделді ескертпелер табылған. Барлық табылған сілтемелердің 3 ширектігі Македонияның губернаторларына қатысты, және 1 ширектігі Салоника губернаторларына қатысты. Және сэр Уильям Рамзи былай деді. Тыңдаңыздар, егер Лұқа 1-ші ғасыр жайында 2-ші ғасырда жазған болса, қалайша осындай нақты бола алды? Барлық ғалымдар және барлық деректер оның дұрыс еместігін алдыға салғанда. Ол былай деп қосты. Білесіздер ме, Лұқа осы жағдайда ерекше нақты болды.